Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен творожный ягодный пирогның рецептісімен бөлісемін. Менің видеомның астында подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің видеомды соңына дейін көріп, егер ұнаса, комментарий қалдырыңыздар. Біз ең алдымен ыдысымызға 250 грамм ұнымызды салып, үстіне 1 чайный ложка разрыхтелімізді саламыз. 150 грамм закрома майымызды үккіштен өткізіп, ұнымызбен араластырып қоямыз. Және 1 жұмыртқамыздың үстіне 100 грамм қантымызды салып араластырып, дайын тұрған ұнымыздың үстіне құйып, қамыр илеп аламыз. Ол қамырымызды 1 сағатқа холодильникке орап, салып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін 500 грамм творогымызды алып, үстіне 150 грамм қантымызды саламыз. Және 100 грамм президентский қаймағын саламыз. Оның үстіне творожный сырымызды саламыз. 100 грамм. Енді үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап блендермен араластырып аламыз. Творогыңыз үйдің творогы болса, өте дәмді болып шығады. Бір келкі қылып араластырып аласыз. Енді 24 диаметрлік ыдысымызға осылай қамырымызды жайып, үстіне начинкамызды құямыз. Бұны 1-2 рет ұрғылап жібереміз, өйткені арасында ауасы шығу керек. Осының үстіне кез келген ягоданы қолдансаңыз болады. Барлығын қойып шығып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Жақсылап суытып, 5-6 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Пирогыңыз өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.